Қайырлы күн баршаңызға. Алтын Сақа аудандық кезеңге оқушыларды тіркеу туралы көрсететін боламын. Ол үшін Google-ға алтынсақа.app деп жазып аламыз. Поискті басамыз, сол кезде бірден сайтқа кіретін болады. Тіркелуді басамыз. Осы жерде бізде тіркелуді басамыз. Оқушы ретінде тіркелу, мұғалім ретінде тіркелу, мектеп өкілі ретінде тіркелу деп 3 бөлек тұр. Осыдан оқушыларды жеке-жеке оқушы ретінде тіркеп аламыз. Және пән мұғалімдерінде осы сайтта тіркетін боламыз. Себебі біз мұғалімді көрсетуіміз керек оқушымен бірге. Ең алдымен мектеп өкілі тіркеледі. Тіркелудің ешқандай қиындығы жоқ. Телефон номер арқылы тіркелуге немесе электронды почта арқылы тіркелуге болады. Телефон арқылы тіркелгенде номер келмей жатса, электронды почтаны жазып тіркесеңіздер, құпия сөзді жазғанда өздеріңіз ұмытып қалмайтын құпия сөзді жазып тіркелуді ары қарай басамыз. Осы кезде аты жөндерін бәрін жазып алдым. Мен енді активация коды деп тұр. Бізге почта арқылы тіркелгендіктен почтаға код келді. Осы кодты алып тіркейміз. Аккаунтты іске қосу. Қосымша мәліметтер толтырып шығамыз. Бірінші облысты таңдаймыз. Одан кейін ауданымыз. Ауданды таңдағаннан кейін біздің мектебіміздің аты алфавит бойынша тұрады. Мектебімізді тауып аламыз. Мектебімізді таңдаймыз. Сыныбын таңдап ары қарай деп басамыз. Мәліметтерін жазып сақтағаннан кейін осындай бет ашылады. Осылай оқушыны тіркеп аламыз. Содан кейін әкімшінің атынан кіріп көрсетейін сіздерге. Кіру деп басамыз. Бізде бұрын кіргендіктен сақталып тұр. Соны басып кіріп кеттім. Енді осы жерде жанындағы үш сызықты басып олимпиадалар деп таңдаймыз. Толығырақты басамыз. Оқушыларды олимпиадаға тіркеу. Қай сыныпқа оқушыны тіркемедіңіз, сол сыныпты таңдайсыз. Қатысушыларды басамыз. Қатысушыны қосу дейміз. Мына жерден оқушының аты, мұғалімнің аты және қосу деп бассақ, бізде оқушы қосылатын болады.